Құрметті егіз белгілері, сіздерге қараша айына арналған ай жорамалын қарап көретін боламыз. Барлық сұрақтар қарап көруге тырысамыз. Энергияңызды ойлаңыздар. Сіздерде қараша жалпы не алып келеді, қандай оқиға алып келеді, маңызды ма әлде жоқ па, шешіміңіз қалай болады? Барлығын қарап көретін боламыз. Денсаулық мәселеңізде өзіңізді сезіну, карталар толық диагноз қойылмайды, сондықтан тек қана ощущение, яғни сезіну қалай болады, жұмысыңыз, финансыңыз, қарым-қатынасыңыз барлығын қарап көретін боламыз. Және жалғыз басты жандарға, егіздерімізде барлық сұрақтарға қараша айында қалай өзгерістер болады, энергияңызды шақырып көретін боламыз. Егіз белгілер, өзіңіз ғана ойлаңыздар. Қараша айында. Так, егіз белгілері сіздердегі жалпы күтетін күтпеген жағдайға келетін болсақ, бұл жерде қараша айында. Бір ситуацияның үстінде толықтай тәжірибе жинау, үйрену, жаңа хоббиді үйренесіз, жаңа көзқарас, жоспарлар өзгереді. Толықтай шеберлігіңізді дамытасыз. Бір саланың үстінде маманға айналасыз. Бір ситуациядан өзіңізді дамытасыз. Сол кезеңде толықтай зерттейсіз ба, мысалға қандай да бір қызығушылығыңыз ба, хобби ме, бір нәрсені үйрену деген сияқты. Бір жаңа нәрсені үйрену, немесе бір ситуациядан тәжірибеңіз төмен ба, соны толықтай меңгеру, зерттеу, толықтай шеберіне айналу деген сияқты маманына айналу кезең орын алады. Өте кезекті құнды кезең, сапалы деп айтуға да болады. Тіпті бір жағдайларда ақша табудың ерекше амалдарын, жолдарын қарау деген сияқты, мүмкін бір жасаған еңбегіңіз нәтижесін беріп, бір ситуацияны мінсіз толықтай күшті қылып жасап шығару деген сияқты, бір сізге берілген міндеттерді, сеніміңді ақтау, бір ситуациядан толықтай көрсету өзіңізді, сапалы тараптан ба, бір қызығушылықтың туындауы деп айтады. Мысалға бір жаңа салаға ма, жаңа бір кәсіпке ма қызығушылығыңызды туындату, соны толықтай зерттеу, меңгеру кезеңі егіздерімізде орын алады. Өте күшті кезең егіздерімізде, жалпы сіздерде бір зерттеу ма, өзгерістер, соның бір шарықтау шегіне жету дейді. Өте күшті кезең, бекер өтпейді. Күткен шаруаларыңызды бітіресіз, күткен бір мәселеңізді бітіресіз. Бір ситуацияның үстінде толықтай, ол әрине кенеттен белсенді түрде болмайды, барлығы ақырындап өз жай орнымен орындады деген сияқты. Тағы да егіздерімізде жалпы әрине бұйырса, өзіңізді сезінуге келетін болсақ, бұл жерде бір психологиялық кішкене тұрақсыздықтар туындап қалуы мүмкін. Кейде психология тараптан, нерв жүйке тараптан, яғни бір ситуацияға байланысты біреуге ашулану ма, бір өзіңіз сезінуге келген кезде кішкене нервтық әсерлер беруі мүмкін. Бірақ осы кезең ақырындап өзіңізге келе берсеңіз, сол қараша айының соңына қарап бір ситуацияға нервничать ету, раздражительный болу, яғни ашулану, кенеттен ашу, қызуғанлық, мысалға қызып ашулану, кішкене ызалану кезеңдер орын алып жатқан болуы мүмкін. Мысалға титтей нәрсені ызалану, әңгімені, сөзді көтере алмау деген сияқты, немесе сіз біреуге солай бір әңгімелеріңізді айтып, бір ыңғайсыз қарым-қатынас түсіп қалу деген сияқты, солай әрекеттер орын алады. Яғни бір ситуацияда кішкене бір психологиялық тараптан напряжениеге, кернеуге түсіп қалу мүмкін. Яғни өзіңіз сезіну кезеңі осылай. Яғни психологиялық әрекеттің тұрақсыздығын көрсетіп жатыр. Мысалы, бір ойланбай сөз әңгіме айтып қалдыңыз біреуге, немесе сізге осылай айтып қалды, осы бір нәрсе үлкен бір әсер берді.
көңіл күйіңізге, әрекетің, яғни адамдардың сөздерін жалпы оңай қабылдап жатқаныңыз көрініп жатыр алғашқы кезеңде. Бірақ қараша айының соңына қарап уже жібересіз ситуацияны. Өйткені үнемі осылай болып тұрады деген ол заң жоқ. Сондықтан осылай ой бар. Яғни суық тиіп қалудың алдын алу керек сізге қараша айында егіздеріміз. Жылы киініп жүріңіз. Мына қазіргі сәтте жаңағы ОРВИ, тұмаулардан сақ болу керек. Иммунитетті дұрыс тамақтаныңыз. Бар нәрсені қабылдай бермеңіз жүрегіңізге. Сіз көрсетпеуіңіз мүмкін, бірақ барлық ситуацияны қабылдауыңыз мүмкін. Осының барлығын әсер береді. Яғни мысалы бір нәрсеге біз уже уайымдадық па, сол организмімізге толықтай әсерін береді. Сондықтан сізге көбіне ситуацияны жеңіл жіберу, ұмыту, жаба салу. Өйткені барлық адам сіз ойлағандай ойда болмайды. Мысалы бізге қарсы келетін адамдар бар. Біреулерге ұнаймыз, біреулерге ұнамаймыз. Яғни барлық адамға уайымдайтын болсақ, мен неге саған ұнамаймын деп біз өмір сүруіміз қиын болып кетеді. Сондықтан ұнамаймын ба, жарайды деп жүре беру керек. Бір адамдар тактильный адамдар бар. Мықты бір сабырлы, біреуге ұнамайтын бір әрекеттерін айтып отырмайды. Бір адамдар бар, айта салады, шап беріп, жүкеңізге тию үшін мысалға сіздің әрекеттерін. Солай бір әртүрлі адам болғандықтан осылай кезең болып тұрады. Тағы да бұл жерде бір қандай да бір мәселеңіз үстінде толықтай жұмыс жасау, күресу әрекеттері, емделу, зерттеу әрекеттер орын алуы мүмкін. Мысалы, денсаулық мәселеңізде бір ситуацияны зерттеуіңіз мүмкін. Толықтай бір емін табу деген сияқты. Мысалы, қандай да бір созылмалы аурулар болуы мүмкін. Мысалы, солардың барлығына бір ситуацияның шешімін іздеу және табу деген сияқты. Тіпті жақсару бар сіздерде. Ең бастысы сол кезеңде әсіреп қалып, кішкене тұрақсыздық әрекеттер туындамау үшін алдын алу керек. Тағы да егіздерімізде жалпы жұмыс сұрақтарына келетін болса қандай болуы мүмкін? Қараша айында жұмыс кезеңі қалай болады? Жұмыс кезеңі жалпы сіздерде салмақты тұрақты деп айтуға болады. Мықты. Алғашқы кезең қараша айында ешқандай мәселе туындатпайды. Рахаттану, ешқандай барлығы ыңғайлы, толықтай сабырлы және бір тұрақталатын кезең. Рахаттану, жұмыста аса қатты, бірақ бір қалыпты тегіс, мықты қарым-қатынас кезеңі, әріптестермен ба, клиенттеріңізбен ба, барлығы бір тегіс, сізді бағалайды, сыйлайды, құрметке иесіз, өзіңізді көрсетесіз, өзіңізге сенімдісіз. Жұмысыңызда ерекше жансыз, яғни сізге энергия береді жұмысыңыз, сізді энергия тартады. Жұмысыңызда сондай бір мықты сізге жететін жоқ деген сияқты, яғни бір өзіңізге лайықты сыйлысыз. Бірақ осы кезең жалғасаттағы қараша айының соңына келіп бір міндеттер тағы да көбеюі мүмкін, кішкене шаруалар көбейіп кетуі мүмкін, кішкене соған табанды тұруға тура келеді. Өзгертемін деген жандарға өкінішке орай қараша айында көрінбей жатыр. Мысалға, егіздер болуы мүмкін, қараша айында жұмысымызды ауыстырамын ба деген, ауыстыруға кішкене келмей жатыр. Яғни ол оңай болмайды сіздерде. Сондықтан қандай да мәселе бар жандар болса, шешілуі қиын, яғни сол кезең жалғасуы мүмкін. Бірақ жоқ, шықпаймын, барлығы қалай болады деген кезеңдерде кішкене қарбалас, қажырлы еңбек кезеңі, қарқынды деп айтамыз ба, соның барлығы қараша айының соңында болуы мүмкін, еңбек жұмыс кезеңі. Яғни барлығы қарбалас келіп қалуы мүмкін, кішкене барлығына жауапкершіліктер көбейіп кетуі мүмкін. Сіздің мойныңызға, мысалы, сіз мықтысыз, шеберсіз деп мойныңызға бірнеше жұмыстарды салып қою мүмкін деген сияқты әрекеттер орын алады. Сіз мысалға мақтап әрекетіңізге мынаны да сал, ой, сен күшті білесің ғой, мынаны да сал деген сияқты әрекеттер. Кішкене ақкөңілділік танытуыңыз мүмкін, егіздеріміз. Тағы да жалпы сіздердегі финанс ақша сұрақтарыңызға келетін болсақ, егіздеріміз қараша айында қандай болуы мүмкін? Финанс ақша сұрақтарыңыз өте жақсы, бұл жерде өте күшті. Қандай да бір ремонт жасау керек па, көліктің ремонттары барлығы орнымен болып жататынын көрсетеді. Ақшаның көбеюі бар, өзгерістері бар, орнымен, мұқтаждық жоқ. Әрине шығындар да бар, сонымен қатар орындарында тек қана қажетті ғана нәрселерге салу. Жолға шығуға ақша құрту ма, жинау ма, жоспарларға ма, барлығына бұйырса барлығы мүмкіндіктеріңіз бар. Тағы да егіздерімізде финанс кезеңінде
мындай болуы мүмкін. Кейбір жандар мысалы көлік алуға ақша жинай ма, көлік сатып ала ма, бір солай әрекеттер болуы мүмкін. Яғни бір ситуацияның ақша кезеңінің бір пайдасын алып келе жатыр, бір жемісін көруіңіз мүмкін деген сияқты. Жемісін еңбек жасаудың әрине еңбек жасаудың арқасында ол ақша кезеңі бұрынғыдан өзгерісті байқаңыздар, жақсаруды байқаңыздар. Бірақ енді көп адам ойлауы мүмкін, бірдесіне кенеттен үлкен қомақты сомада қараша айында келеді деп. Жоқ, барлығы ақырындап, ақылыңызбен, жоспарыңызға сай жүруі мүмкін. Мысалға бір жоспар құрдыңыз ба, сол жоспар бойынша жаймен деп ақырындап кету деген сияқты әрекеттер. Соның бір жолының сізге бір сәтті болатыны ма, жолыңыздың ашық болатыны деп айтады. Мысалға финансыңызда жолыңыздың ашық болатыны деп айтуға да болады. Өте күшті кезең, жаймен деп жинау. Немесе бір кейбір жандар мысалға тіпті бір көшіп кетуге ақша жинау ма, бір солай әрекеттер орнап жатқан болуы мүмкін. Тіпті білім алудың ақшалары, қандай да бір ақшаңызды не нәрсеге салсаңыз, сол кезеңінің жалындап сәтті болып жатқанын байқайсыздар, дамып жатқанын әсіресе. Тағы да егіз белгілер, жалпы қараша айында сіздерде қарым-қатынас кім, отбасы құрған жандарда қалай болады деген сияқты. 2024 жыл қараша айында егіздерімізде отбасы қарым-қатынаста бар жандар мынадай өзгерістер мынадай болып қалуы мүмкін. Кейде қараңыздар, сіздерде кішкене бір жағдайларға байланысты егіздерімізде кішкене пауза ма, әлде бір екі адам қарым-қатынас мынадай характеристикасы. Екі адам бір-біріне мүлдем сай, бір-біріне үйретуге, яғни бұл жерде кармалық қарым-қатынас дейді соны. Кармалық қарым-қатынас бір-біріне жөнге салуға ма, әлде екі адам, екі түрлі адамның қосылып жатқан сол кезең кішкене байқалады. Кішкене бір сөзге келмей қалу ма, бұл жерде қысым жасау, көрсетуге тырысу, соның салдарынан сақындықпен арақатынас кішкене алшақтап қалуы ма, бір солай әрекеттер орын алып қалуы мүмкін, өкінішке орай. Бұл жерде жанжал деп айтпаймын, кейде бір адамның екі адамның көзқарасы бір-біріне дұрыс келмей қалуы ма, кей кезде әртүрлі ойлар қалыптасады. Тоқтатайын ба, кетіп қалайын ба қарым-қатынастан, әлде бір соңына дейін зерттеп дәлелдеймін. Бір адам екінші адамға дәлелдегісі келеді, екінші адам осы салдарынан, яғни екі адамның ой бір жерден шықпайды деп айтуға болады. Мысалға бір адам өзімшіл, тәкаппар, ал екінші адам, мысалы бір адам дамуды қалайды, екінші адам оған қарсы келеді. Мысалға сіз былай жасайық, былай жасайық, сізге мүлдем көнбейді. Жоқ, менің айтқам, сен не айтып тұрсың? Яғни мысалға бір жол бағыттан жүрмейді екі адам. Сондықтан осылай бір әрекеттер, сұрақтар туындап қалып жатыр. Яғни кедергілер бар, болып жатқан болуы мүмкін. Тағы да ескертіп өтемін, менде барлығы жақсы олай болуы мүмкін емес. Қарым-қатынас деп есептесеңіз, сіздің раскладыңыз емес, оған уайымдамасаңыздар болады. Просто қараша айы сіздерге бір үлкен бір сабақ алып келеді, өзгеріс алып келеді, тәжірибе алып келеді. Сіздер ерекше боласыздар, бір нәрсеге үйренесіздер, бір нәрсеге бейімделесіздер. Екі адам, яғни сізді бір нәрсеге үйретеді қарым-қатынасыңыз. Мықты болуға ма, бір түсінуге ма, бір солай әрекеттер орын алып жатыр. Сондықтан осылай бар. Тағы да егіздеріміз жалпы сіздердегі жалғыз басты жандары қарап көретін боламыз. Табу мүмкін бе қараша айында деген сұрақтары да. Жалғыз басты ер азамат, әйел азаматша болсаңыз да табуыңыз мүмкін бе? Әбден мүмкін. Бірақ ол кезең қайталанып жатқан, шаруасы бітпеген, өткен шақтағы адамның қайтып келуі болуы мүмкін. Жалғыз басты болсаңыз, ұсынады, қайтып келуге тырысады. Танисыз ол адамды. Өткен ол біткен жоқ, нүктесі қойылған жоқ. Мүмкін ұрыс соғыссыз аяқталған ба, сағыну. Бұл ситуацияның ақырын дамуы. Бұл жерде сіз ер азамат болсаңыз, әйел азаматша болсаңыз да осылай бірдей болады. Яғни екі адамнан таңдау жасау, бірдесіне екі адам қайтып келіп қалды. Мысалы, сіз енді ғана жаңа қарым-қатынас бастаймын деген кезіңізде өткен шақтағы адам болып мұрнын сұға бастайды, басын сұға бастайды. Ал мен де дайынмын деген сияқты. Ал сізге мысалы өзі бір ыңғайсыз әрекеттер болады, біз жаңа қарым-қатынас құрамын деген кезде екінші адам сұғылып кіре бастайды деген сияқты. Уақытты тапқан екен деген сияқты. Мысалы жаңа адаммен бірге сізде осылай болуы мүмкін. Жаңа адаммен енді қарым-қатынас жасап бастауға тырысқан кезіңізде ашық бол, уже мен өткен шағым ол адам пайда болады.
осылай әрекеттер бар. Кейбір жандар қабылдаулары мүмкін, егер мысалы жібермеген болса, ғашық болса, осылай бір ақырындап болады. Ол енді активно сізге қарап болды, мен қадамдар жасаймын деп айтпайды, тек қана хабарласып, былай жылтың өзін көрсетуі мүмкін. Мен бармын ол жерге, маған назар аударшы, мені көрші деген сияқты. Бірақ бір белсенді қадам жасайды деп айта алмаймын. Сізге байланысты таңдауыңыз қалдау керек пе, әлде жоқ па? Өйткені мәселе бұл жерде бітпеген. Бұрынғы шеңбер не үстіндесіздер деп тоқтаған болса, сол шеңбер жалғасуы мүмкін. Яғни ол әлі түсінген жоқ, мысалға оның қателігімен болды ма, сіздің қателігіңіз, ол мысалға түсінді, мен өзгерем деген ой жоқ. Яғни просто сағындым деген сияқты. Яғни мәселенің түбі шешілмегені көрініп жатыр. Соған да назарыңызды аударыңыз. Рахмет, сау болыңыздар. Назарларыңызға сәттілік тілеймін.